Баршаңызға сәлем. Бүгін мен SPO туралы және Қазақстанның электроэнергетикалық жүйесіндегі жетекші компания Kigok-тың SPO-сына қалай қатысуға болатыны туралы айтып беремін. Сонымен, SPO бұл компанияның бағалы қағаздарының қор биржасында қайталама орналастыру. Kigok SPO-сы бұл барлық қазақстандықтар үшін негізгі және жүйе құраушы компанияның акцияларын сатып алып, оның қаржылық өсімін ынталандыру мүмкіндігі. Kigok Қазақстанның электрмен жабдықтау нарығының көшбасшысы. Акциялардың 90%-ы самұрық қазына қорына тиесілі. Дәл осы компания бүкіл елдің электроэнергетикасы жүйесінің жұмысын қамтамасыз етеді. Компанияның табысы тұрақты өсуде. 2023 жылдың бірінші жартыжылдығында Kigok-тың таза пайдасы осы кезеңмен салыстырғанда 1,5 есеге, яғни 14 миллиард теңгеден 23 миллиард теңгеге дейін өсті. 2014 жылы компания IPO аясында акциялар үлесіне 10%-дық 25,9 миллион жай қағаз мөлшерінде орналастырды. Әрқайсысының бағасы 505 теңге болды. Бүгінде акцияның бағасы 3 есеге өсті, ал инвесторларға жылына 2 рет дивиденд бөлінеді. Kigok-тың жай акцияларының листингі KASE және AX биржасында жүргізілетін болады. Kigok SPO-сының акцияларын сатып алуға өтінімдерді жинау 16 қазандан басталып, 2 қарашаға дейін қоса алғанда жалғасады. Бір акцияның бағасы 1482 теңгені құрайды. Акцияларды сатып алуға өтінім беру оңай әрі ыңғайлы. Барлығы онлайн форматта. BC-KZ мобильді қосымшасында өтінім берген кезде комиссия 0%-ды құрайды. Брокерлік шотты ашу да тегін. Сонымен, SPO-ға қатысу үшін BC-KZ мобильді қосымшасын жүктеп алыңыз. Инвестициялар бөліміне өтіңіз. Kigok SPO-сына өтінім беріңіз. Және де SPO қорытындыларын күтіңіз. Трендте болыңыз. Және бізбен бірге нарық көшбасшыларына инвестиция жасаңыз. Барлық қосымша ақпарат BC-KZ сайтының Kigok SPO-сы бөлімінде көрсетілген. BC-KZ-те Kigok SPO-сы инвестицияларға қосылыңыз.